Анығында хабарларда келді, әні хайрел башари, адамдар ең хайырлы соған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келді. Әннаху қала, арасында ол кісі былай деп айтқан екен, ән насру маас сабр, арасында жеңіс сабырмен бірге дейді. Демек жеңіс сенің артында, сабырдың артында екен. Сабыр етсеңіз, иншалла жеңесіз. Дұрыс па? Ілім алып жатсыз, сабыр етсеңіз, жеңесіз. Бір жақсы амал жасап жатсыз, сабыр етсеңіз, жеңесіз. Сабыр етсеңіз, оның артында не бар? Жеңіс бар деп атыр. Қала шаиру деп, демек мына жерде шаир бір ақын айтты дейді. Шиарун тауил, ұзан болған бір шиар өлең екен. Сол жерде былай деп келтіреді. Әра сабра махмудан. Мен сабырды көремін. Махмудан мақталғандығын көремін. Сабырдың махмудан мақталғандығын көремін дейді. Уанху мазахибу. Бірақ сабырдан басқа да жолдар бар дейді. Адам басына қиыншылық түскен уақытта одан да басқа шығатын жолдар бар. وعنه مذاهب فكيف إذا لم يكن عنه مذهب فكيف قليش إذا لم يكن عنه مذهب одан басқа жол болмаса дейді. Кейде бір басыңызға қиыншылық түскен уақытта басқа жолмен шығып кетуге болады негізі. Дұрыс па? Кейбір қиыншылықтар жеңуге бола ма? Болады, бәлки басқа вариантқа көшсеңіз, А вариантынан Б вариантына көшіп шығып кетуге болады. Дұрыс па? Бірақ кейде деп жатыр, факейфа қалайша иза лам якун анху мазхаб, одан басқа қашатын жол болмаса дейді. Тек қана сабыр ету керек болса керек. Кейде шынымен бір іс болады, тек қана сабыр ету керек болды. Дұрыс па? Басқа шешімі жоқ. Тек қана сабыр ету керек болса, онда хуал махрабул мунжи, онда ол да дейді, құтқарушы жол дейді. Хуал махраб қашатын жол, әл мунжи құтқарушы, қашатын бір жол, қашатын бір пана деп жатыр. Лиман ахдаqa bihi макариху дахри. Лиман кім үшін? Лиман ахдаqa bihi кімді қоршап алған болса. Не қоршап алған болса? Макариху дахри. Сондай замандардың, ғасырлардың қиындықтары. Макари, жағымсыз, ұнамсыз нәрселер. Оны бір ұзақ уақыт бойы қоршап алған болса, онда одан қашып паналайтын жол лайса анхунна махраб. Және олардан қашатын орын, паналайтын орын болмаған болса, онда қашатын жол тек қана не? Сабыр ғана деп жатыр.